Барлық денелер инерция заңына бағынады. Мысалы, адам денесінің инерциясын трамвай жылдамдығы артқанда немесе ол тоқтағанда байқауға болады. Трамвай қозғалысын бастағанда біз артқа қарай шалқаямыз, өйткені біздің денеміз ережеге сәйкес өзінің бастапқы күйін сақтайды. Тек аяқтарымыз ғана көлікпен бірге қозғалады. Трамвай тоқтағанда біз алға қарай еңкейеміз, себебі біздің денеміз қозғалыс күйін сақтауға тырысады. Дәл осы құбылысты трамвай аялдамасында тұрған адам тарапынан бақылап, оның трамвай тоқтағандағы әрекетін түсіндіретін болсақ, онда бұл жағдайда инерция күшін кірістірмейміз. Бұл құбылыс алға қарай бағытталған қозғалыстың жалғасы ғана.